мен деген осы жанат тұрғынынан жаңағы инесін алғалы бері қазір жақсы болып қалдым. Басында бір аяғымды жаңа бүге алмай, баса алмай келген едім. Аллаға шүкір қазір ем жалғастырып жатырмын. Енді емнің соңына шейін жазылып бәрі аттай шауып кететініне сенімдімін. Рахмет, ісіңіз алға баса берсін, қолыңыз дерт көрмесін. Деп өзінің жүрекжарды жылы лебізін білдіруде емделуші. Армысыздар қазақ елі, бүгін алтын ине майталманы, өз ісінің шебері, 24 жылдық еңбек өтілі бар, инемен емдеуші, инерефлексотерапевт, дәрігер Жанат Тұрғынқызы туралы айтпақпын. Жанат Тұрғынқызы Қытайда дәріс алған. Өзінің 24 жылдық еңбек өтілінің ішінде қаншама науқастардың ауруынан айықтырып, толықтай емделіп кетулеріне себепші бола білді. Жалпы инемен емдеу, акупунктура, латынша ине егу деген мағынаны білдіреді. Дененің жұмсақ тіндерінің белгілі бір нүктелеріне арнайы жасалған инелерді шаншу арқылы емдеу тәсілі болып саналады. Акупунктура үшін әртүрлі инелер қолданылады. Бұл әсер ету аймағына байланысты. Инелер жоғарғы сапалы тот баспайтын металдан жасалынады және өте жіңішке болады. Адам денесінде 600-ден астам нүкте бар және олар тері астында әртүрлі тереңдікте орналасқан. Әрбір биактивті нүкте кез келген органға жауап береді. Ең маңыздысы, науқас ауырып келгенде адам денесіндегі әртүрлі тереңдікте орналасқан биактивті нүктелерді дәл тауып, сол нүктелерге ине егу арқылы науқас адамды ауруынан толық айықтырып шығу ол тәжірибелі дәрігердің ғана қолынан келеді. 24 жыл ішінде Жанат Тұрғынқызының ең жас емделушісі 6 айлық сәби болса, ең үлкен жастағысы 85 жастағы қария болған. Инемен емдеу әдісі бізге ежелгі Қытайдан келген. Ежелгі шығыс философиясы бойынша әрбір ауру өмірлік сый энергиясы тоқырау кезеңінде пайда болады. Белсенді нүктелердің көзін ашу күрделі метаболикалық гормондарды реттеуге мүмкіндік береді. Энергия балансын қалпына келтіру қажет болғандықтан, ине терапиясының негізгі қызметіне сәйкес дененің жұмысын қалпына келтіреді және күрделі созылмалы ауруларды емдейді. Жанат Тұрғынова өзінің алтын инемен емдеу барысында электр тоғы өткізетін аппаратты қолданады, яғни орнатылған инелер арқылы электр тоғы өтеді. Әрине, бұл әдіспен емдеу барысы жай ғана ине салып қойғаннан көрі нәтижесі өте керемет болады. Алтын инемен емдеу барысында артрит, бас ауруы, остеохондроз, стресс, депрессия, ұйқысыздық, арқадағы ауырсыну, сондай-ақ бедеулік, астма, ешқандай химиялық дәрі-дәрмексіз әйел және ерлерде болатын аурулардан толық айығып шығуға болады. Және қазірде үлкенде де жаста да көптеп кездесіп жатқан арқа бел аурулары, яғни грыжадан осы инеден емделуде. Инемен емдеу әдісі өте қарапайым және сондай-ақ ешқандай химиясыз, дәрі-дәрмексіз табиғи түрде емге жатады. Және де ине хирургиялық құрал болып саналмағаннан кейін, оның орнында ешқандай да тыртық не жара қалмайды. Кез келген емдеу әдісінің қарсы көрсетілімі болатын сияқты, инемен емдеудің де қарсы көрсетілімдері бар, яғни бас сүйек ішіндегі ісік, онкологиялық аурулар және психологиялық аурулардың ауыр түрлері бұл аурумен емделмейді, сондықтан да алдын ала дәрігерлермен ақылдасып алған жөн. Жанат Тұрғынқызы өзінің емдеу барысында денедегі суықты тарту үшін осындай банка қолданады. Қадірлі оқырмандар, видео ұнаған болса, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әр пікірлеріңіз мен үшін маңызды, және лайк басып, менің каналыма жазылып қоюды ұмытып кетпеңіздер. Менің каналым көп тақырыпты, алда Құдай қаласа көптеген қызықты видеолар салатын боламын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, құрметті ағайын. Мен Абдиева Жанат Тұрғынова, осы 24 жылдан бері шығыс медицинасымен айналысамын. Ине рефлексотерапия деп аталады. Ине салынады, инеге аппарат қосылады бізде. Ине салғанда бізде осы көбінесе келген адамдарда айтылатын алтын ине дейді, бірақ алтын ине деген біздерде жоқ, ешкімде де жоқ. Мынандай сары инелер болады, бұл бірақ алтын емес, бірақ осыны сары инені
алтын деп айтады, бірақ бұл алтын емес, просто сары металдан болған инелер. Кәдімгі медицина материалдардан болатын мынандай инелер салынады. Бұларда әртүрлі размерде болады. Осы инелер салынады. Упаковкасы әртүрлі, бірақ ішіндегі ине медицинский материалдан салынатын инелер. Ине терапиясымен емделу үшін бұған жаңағы снимок анализ керек емес. Барлық ауру түрлерін емдеуге болады. Плюс бұл жерде онкологиямен емделуге болмайды. Жаңағы бас ісігі дейміз, оны емдеуге болмайды. Қалған бәрін емдеуге болады. Дәрісіз иненің өзімен биологически активные точки деді, солар арқылы емдейміз.